Selam dostlar, sizlerle birlikte konuşmak. Bugün biz dombra үйренетінбіз. Домбырада әдеттегідей төбеде өрнек деп жазылып тұрса, өрнек деген күйді үйренеміз. Төбеде өрнек деген күй жазылып тұр, я. Сол күйлер есіңізден шығып кетсе айтыңыздар. Осы күйді сіздерге қазір жайлап үйретем. Ендеше біз бірінші тыңдап алайық. Asықпай тартады. Достар, ендеше осы домбыраны сіздерге үйретем. Енді бірінші соль дейміз. Үстің үшегі ре, астың үшегі соль. Одан кейін мына қазір мынау 0, 1, 2, 3, 4 болды. 1, 2, 3, 4. Төртінші пернені бастамыз. Бүйтіп тартып аламыз. Одан кейін төртінші пернені басып сереміз. Одан кейін қайттан жетеміз. Одан қайттан ашып, бұлай жабамыз үстіңгі сольді. Үстіңгі рені соль етіп жабамыз. Төртінші саусақпен, төртінші пернемен. Енді қайттан ашамыз. Қайттан сольғы төртінші пернені басамыз. Енді мына жерде бұлай тартамыз да, одан кейін қайттан бұлай тартамыз да, бұлай басамыз да, одан кейін мына пернені бұлай істейміз. Енді мынандай шықты. Мына жерде жаттығу түрінде ойнау керек. 1-ге, 2-ге деп сөйтіп ойнау керек. Қазір осыны жаттығу ретінде айтам. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге дейді. Одан кейін тағы соны қайталастыр. Енді шығарайын. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Енді мұнда үшінші пернені басамыз мұнда. Си деген дыбыс шықты. Одан кейін мына екі жерінен де төртті басамыз. Бұна қастарыңыз көрсетем. Қайттан тарттайық. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге. Осы жерге тағы мынаны бүйтеміз. Тағы істейміз. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Одан кейін мына ре нотасына түсеміз. 6-шы, 7. Мына демек 5 болады ғой. 7-ге деп дәл міне қайталап көрейік. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Одан кейін
кейін тағы сиdo дейміз. Мына екеуін басамыз және де мына екеуін бүйтіп мынаны сол етіп жабамыз. 5 пен мына 4 пен 5-ті басамыз. 1 2 3 жабамыз да одан кейін 2 басамыз. Міне енді тартып беремін. 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге деген шықты. Тағы соны қайталайсыздар, қазір көрсетемін. Бір қарап естіп тұрыңыздар. Жетінші пернеге ляға түсеміз. Мына 9-шы пернеге астын ішін бүйтіп бүйтеміз да мынаны басамыз. 9-шы пернені басамыз. Одан кейін 7-ші пернені басамыз. 9 7 9 7 5 7 5 7 5 7 5 4 үстеміз. Тағы екінші рет қайталаймыз. Енді көрсетейін. Енді келесі мына екінші пернені басамыз. Үсті ашық. Одан кейін 4-ке түсеміз. Үсті 5. Одан кейін 5-ті басамыз. 7 4 7 5 7 5 4 2 кәдімгідей сол бүйтеміз. Алма кезек қағыспен. Одан тағы екінші рет қайталаймыз. Міне енді мынандай шықты. Келесі бөлігін келесі видеода өтетін боламыз. Сау болыңыздар.